Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Сатқан Нұрназар Дәлгерейқызы. 33-ші мектептің информатика пәні мұғалімімін. Бүгінгі біздің практикалық жұмысымыздың тақырыбы Arduino бағдарламасын тұрмыстық жағдайда қолдану. Қазіргі кезде Arduino'ны еліміздің көптеген саласында қолдана аламыз. Атап айтқанда, қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету, үй жағдайында қолдану, экология саласына және басқа да салаларға еніп үлгерді. Және әлем бойынша балалардың көпшілігі Arduino'мен шағын программа құрып, күнделікті өмірде қолданып жүр. Бүгін біздің практикалық жұмысымызда қолданылатын құралдар. Бірінші практикалық жұмысымыз светофор, яғни оған біз жарық диод және де резистор порттарды қолданатын боламыз. Екінші практикалық жұмысымыз ол бізде пизо элементтен дыбыс шығару, яғни батырманы басу арқылы пизо элементтен дыбыс шығады. Үшінші практикалық жұмысымыз LCD экраннан жазу шығару. Сәлеметсіздер ме? Менің атым Жасымгүл Иванель. Бүгінгі біздің практикалық жұмысқа мен бағдаршамды жасайтын боламын. Ол үшін бізге ең алдымен резистор керек болады, және жарық диодтар, және де порттар керек болады. Және де бұның барлығын құру үшін бізге ең алдымен программасы арқылы бізге код құрып, содан кейін барып, бірінші алғашқы жасыл түс, кейін сары, содан кейін қызыл түстің жануын басқарып отырамыз. Ол үшін бізге ең алдымен Arduino керек болады, яғни бұл барлығының миы болып саналады. Және де кейін олардың барлығын біз платаға орнатып, яғни ол оның денесі болып саналады, соған орнатып барлығын қарастырып отырамыз. Сәлеметсіздер ме? Мен 8-ші б сынып оқушысы Бостай Көркем. Практикалық жұмысымызға керекті құралдар: пизо элемент, резистор, порттар, Arduino Uno, макетная плата. Күнделікті өмірімізде бағдаршамның жасыл түсі жаңа кезде көзі көрмейтін зағип адамдарға қолдануға болады. Кодты енгіздік, енді қалай дауыс шығаратынын көрсететін боламын. Сәлеметсіздер, менің атым Азатұлы Бегарыс, мен 9-ші б сынып оқушысымын. Менің практикалық жұмысымның мақсаты LCD экран дисплейінен жазуды шығару. Ол үшін мен деген Arduino программасына кодты жазып, оған деген программаға айнымалыны беремін. Содан кейін программа жұмыс жасау үшін мен оған жайдан бастап программаны бере бастаймын. Оны бергеннен кейін программаны мен дисплейге шығарамын. Жақсы балалар, рахмет. Практикалық жұмысымыз түсінікті ме? Жақсы, олай болса, осы 3 практикалық жұмысымызды макетный платада біріктіріп, біріккен жұмыс құрастыратын боламыз, яғни 3 жұмысты бір-бірімен байланыстырамыз. Сонымен біздің біріккен жобамыз дайын, яғни 3 практикалық жұмысымызды біріктіре отырып, барлық жұмысымызды бір макетный платаға жинадық. Яғни LCD экрандағы жазу, бағдаршамның түстері және де пизо элементтен дыбыс шығару, яғни батырманы басу арқылы. Балалар, сіздерге практикалық жұмыс қызықты болды ма? Қиындық тудырған тұстары болды ма? Бағдарлама күрделі болғанымен өте қызықты өтті. LCD экранды құрып жатқан кезде мен өзіме математикалық білімдерімді сынадым. Жақсы, Arduino'ны қолдана отырып зерттеу жұмыстарын жүргізуге болады. Күнделікті өмірде Arduino'мен бұдан да басқа да қызықты программаларды жасап, кодтармен құрастыруға болады. Сау болыңыздар.